21 есеп. Амалдарды орындаңыз. Бөлу бірінші амал болады. Жақшаның ішіндегі азайту екінші амал болады. Және мынау азайту үшінші амал болады. Бірінші амалды орындайық. 3,3 бөлінген 11. Егер 3,3 33 болған кезде, бұл бөлудің жауабы 3 болатын еді. Бірақ біз 3,3-ті бөлгендіктен, бұның жауабы 0,3 болады. Екінші амал. 4-тен 1, азайтамыз 5-тен 2. Ортақ бөлімі 20 болады, толықтауыш көбейткіш 5, мұнда 4. 20-дан 5, азайтамыз 20-дан 8. Мұндай кезде біз үлкенінен кішісін азайтып, үлкеннің таңбасын қоямыз. Демек, минус 20-дан 3 шығады. Немесе бұны ондық бөлшекке айналдырып жазуға болады. Минус 0,115 болады. Енді үшінші амал 0,3-тен азайтамыз минус 0,115-ті. Бұл 0,3 қосылған 0,115-ті береді. Жауабы 0,145 шығады. Демек, нұсқалардың ішіндегі дұрысы сан нұсқасы.